Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін қызықты химиялық тәжірибе жасайтын боламыз. Алдыңғы бір видеода мына ыдыстың ішіндегі қандай зат екенін сұраған болатын. Енді бұл видеода соны анықтайтын боламыз. Ол үшін бізге осы сұйықтық, мынадай пробиркалар және алюминий және мырыш металл күйінде заттар керек болады. Бірінші біз екі пробиркаға осы сұйықтығымызды құйып аламыз. Және екіншісі. Осы сұйықтық құйылған пробиркаға бірінші алюминийді салып көреміз. Бізде ешқандай реакция жүрген жоқ. Яғни алюминийге осы затты қосқан кезде ешқандай реакция жүрген жоқ. Екінші пробиркаға мырыш металл күйінде түрін салып көреміз. Бұл пробиркада бізде реакция жүрді. Осы затқа мырышты қосқан кезде қоңыр түсті газ бөлінді. Бізде қоңыр түсті газ NO2. Яғни бұл сұйықтықтың құрамында азот бар деген сөз. Ал NO2 газын мырышпен әрекеттескенде бөлінетін сұйықтық бұл бізде азот қышқылы. Азот қышқылының концентрлі түрі. Яғни бірінші реакцияда азот қышқылының концентрлі азот қышқылына алюминийді қосқан кезде ешқандай реакция жүрген жоқ. Екінші реакцияда мырышты азот қышқылына қосқан кезде мырыш нитраты, азот диоксиді және су түзіледі. Бұл бізде экзотермиялық реакция, пробирка ыстық болып тұр, яғни жылу бөле жүретін реакция болып табылады. Яғни біздің анықтаған сұйықтығымыз концентрлі азот қышқылы екен.